Старт. Внимание. Марш. Бұл мәрген оқсыларды мен Киндия Арыслановтың 300 жылығына арналған Киндия иінінде асыраттым. Уқтарына көзі ермей хатта, ысын түнде қамырдары тейірхен. Осталықта 200 жыл елік француздардан қотын алған башқұрт яугердарынан хис қалышмайдар. Бұрынғы шүгіл балалар арасында яратқан спорт түріне айленген. Киндия иінында мен 2 оқсылар командасы менен таныштым. Көміртау оқсылары һәм ақтайлақтар менен. Олар бірі-біріне ал-ял бермей, тасылықта көз сынашты. Мына бұл сәп. Мына ақа әләкәй 1 була, қараға әләкәй 2, зәңгәргә 3, қызылға 4, харыға 5 була. Каждый сәпкә бірішер оқ отырға керек. Ну, самы еңілерек ол мына ашы сәпкә өстәге хуң яғына. Сөнки ол қояш яғында рахатрак атырға. Айрат Көміртау оқсылары командасынан милли оқтан ату түңәрәгендә 1 ел шөгыльләнә. Уғатудың һаулыққа файдаһы зур икәнен яхшы белә. Элек осал йөри торгайым, более веселый. Мен еще заикас итә торгайным, заикас итмәйм вообще. Һөйләшә башланым матурлап. Һәм яңа дуслар күбәя башлана. И бөтә Башкортстанды почти күрдем. Спорттың бұл түрі мускулдығына нығытмай, характерді сынықтыра. Ихтияр көсін нығытаты Көміртау оқсылары түңәрәге етәксі Марсель Ярышев. Оның менен мен толығын сай келешем. Мен бұл түңәрәкә март айындан йөрөйм. Ярыштарда бірінші, екінші орын алам. Бірінші тапқырына түгел. Бүгін де мен бірінші орынды алырға тіләйім. Ақтайлақ клубы оқсылары Ишимбайдан. Ұзақ елдар мәктепте оқытусы болып ішлеген Зүһрә апай Сәфәрғұлова асқан бұл клубты. Ақтайлақтар бүті республиканы гөләтті. Оқсылар ярашында гел призлы орындар яулай. Бұл саяқы Зарема Зарипова. Ул Ақтайлақ клубының ең мәрген оқсығы. Республика оқсылар турнирінің абсолют еңусігі. Керешен еңелігіне тартып, ойынсық яйынан атқан хымақ тұрхала, бұл керештің ауырлығы біләхегіз ме көп ме? Әйдәгіз Зареманың өзінен хұрайық. Мин 4 ел оқтан атам. Бір өде йөрімә, мин әсейем менен йөрім, ол да оқтан ата. Біз түрлі ерге барабыз, һәм түрлі ярышқа барабыз. Бүгін мин 128 очко ейдім, икенче орын алырмын тип ойлайым. Сая Юрматы қызы яңы ғына Өфінің Шамонин ауылында өткен турнирда ла балалар арасында бірінші орын яулаған. Құтлайбыз оны. Гүлфия Раянова, Раушан Артықов, Тау-Тау хабар өсін.